Соғыс деген немене? Тек қана апат қырғын ба? Арман тілек ақыл ойды апаратын құрдымға. Соғыс деген аққан соры ақсүйектің құлдың да. Соғыс деген төккен ара қыздың және ұлдың да. Соғыс деген жаралмаған жалғыз ғана қан үшін. Соғыс деген сорайдаған содырлардың табысы. Соғыс деген сақаймайтын есуастар дәрісі. Соғыс деген сойқандардан қорғанғандар намысы. Соғыс деген сотқарлардың қолындағы найзасы. Қолданады, долданады таусылғанда айласы. Соғыс деген зұлымдықтың айнасы. 1942 жылы сентябрьдің 5 күні Луговойдан шешелеріміз атқа шығарып салды. Содан біз Саратов облысының Перекопное деген селосына барып, 2 айдай дайындықтан өттік. Осындай киімімізбен өзіміздің. Сол дайындықтан өткеннен кейін Саратов қаласына әкеп, түн ішінде 4 кемеге отырғызып, Волга өзеніменен Николаевка деген қалаға алып келді. Сол Николаевка деген қалада военный киім беріп, үстімізге қару-жарақ беріп, Сталинград майданына машинаменен алып барды түн ішінде 16 күні ноябрьдің. 19 күні біздің траншейға ашып жаңағы оборонада тұрдық. 21 күні біздің әскерлердің шабуылы басталды Сталинградта 42 жылы. Содан 43 жылдың февралдың аяғына дейін Сталинград майданы біздің әскерлердің жеңісіменен толық аяқтап, бірнеше генералы, бір фельдмаршалын қолға түсіп, тірісін тірідей, өлгенін өлдіріп, соғыстың бетін қайтарды. Содан кейін біздің 228-ші полкты генерал Чуйков басқаратын. Соны Катенівка қаласының маңындағы шайқасқа апарып, Катенівка қаласын жаудан азат еттік. Одан кейін Қырымға қарай бет алып, Қырымның Симферополь, Севастополь деген қалаларын жаудан азат етіп, Қырымды тұтас жаудан азат еттік. Одан кейін бізді Украинаның Донбасс деген қаласын азат етуге апарып, Донбассты азат еттік. 43 жылдың 5 августы күні Украинаның бұрынғы астанасы Харьков қаласын жаудан босаттық. Одан кейін содан Қашыр емес, Полтава деген қаласына жаудан азат еттік. Одан кейін біздің полк шетелге шығып, Румыния мемлекетін жаудан босатты. Одан кейін Молдавия мемлекетін жаудан босатты. Одан кейін Венгрияның астанасы Будапештте Венгрияны босатып, сөзден жеңістіміз аяқтап, 44 жылдың сентябрь айында біздің полкты, 228-ші полкты біратала соғыстан шығарып салды. Сөйтіп Харьков қаласына келіп, ішкі жаулармен күресесің деп бізді внутренний войскаға өткізді. Сол уақыттан бастап 49 жылдың май айына дейін мен сол Харьков қаласында ішкі жаулармен күресте қызмет еттім.
жаңа Сталинградқа қатысқан үшін соның кейін заты бағы деген бір медаль берген. Соның кейін әлгі Германияны 41-45 жылы жеңді деген 3 медаль ғана осы соғыс медалі. Оның кейін жаңағы ауылға келгеннен кейін за свое население деген медаль бар, мінекей мына тұр ғой, екінші көк. Оның кейінгі соғыстың жаңағы 30 жылдығы деген әлгі юбилейный медалі бар, 40 жылдығы дегені бар, 50 жылдығы дегені бар, 65-70 жылдық дегені бар. Соның кейін Беларусияны босатты деген бір медал бар. Соның кейін Жуковтың 100 жылдығы деген медал бар. Сол бірден келіп жұмысқа кірістік қой жаңағы. Бірінші рет мен жаңағы әлгі сілтемесінде есепші болып істедім 1 жылдай. 1 жылдан кейін алпауыттан мен колхозға әлгі тексеру комиссиясының председателі деп соған дайындап қойды. Сөйтіп жүргенде жаңағы сілтемет сайлап жіберді. 59 жылғы дейін сонда істедім. Содан кейін жаңағы оқуға барып келгеннен кейін Абай колхозында 4,5 жыл сельсоветінің председателі болып істедім. Одан кейін сол колхозда 74 жылға дейін агроном болып істедім Абай колхозында. Райком арқылы осы Бастық колхозына ауысып, Бастық колхозында пенсияға шыққанға дейін аяқтадым ғой. Мені жыл сайын Құлан мектебіне жаңағы өздерінде бір шара болған уақытта шақырып тұрады ғой. Сонда өне бойы барып біз жаңағы осы болған жағдайдың барлығын айтып, соңғы өзіміздің батамызды беріп, Құлан мектебінің жаңағы ұжымыменен жаңағы оның ұстаздары қауымы оқушыларына. Біз ең қартайдық. Біздің орнымызды басатын сол жас ұрпақ қой енді. Келешекте жаңа мектепті бітіріп, жоғарғы оқуларына түсіп, оны тамамдап, келешекте сол жас ұрпақтар осы мемлекетті алға бастыру үшін аянбай еңбек ететін шығар деп сенемін. 7 бала, бәрі ер бала. 7-інің біреуі қайтыс болып кетті. 6-ы қазір тірі. Бірақ 7 келін алдық. 7 келіннен 28 немере бар қазір. 3 шөбере бар. Біздің қазақ елі жалғыз бұл емес, бұдан да қиындықтардың барлығын бастан өткерді ғой. Ол үшін жаңағы ең алдыменен жаңағы халықтың ынтымағы, бірлігі керек дейді. Халық бірлік болу керек. Бірлік бар жерде тірлік болады. Енді мен Алла Тағалаға арыздамын. Мені осындай жасында салауатты өмір сүріп, тыныштықтың арқасында ел қатары өмір сүріп атқаныма Алла Тағалаға мың бір шексіз ырзалығымды білдіремін. Халқым аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Әрқашанда біз тыныштықта өмір сүрейік. Бұдан бұлай соғыс қайталанбасын. Жастарымыз мәңгілік жақсы өмір сүрсін. Аумин.